Ассалаумағалейкум достар, қалдырыңыз қалай? Жадыларыңыз, ештеріңіз, балашаларыңыз аман ба? Достар, сол мен Қазақ автоэлектриге, есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Достар, сол мен шаршамайын, сіздерге пайдалы кеңес көрсетуден, сіздер мені қолдап отырудан шаршамаңыздар. Енді арасында тұтып қалатынымыз бар. Достар, мұнау кім білет, айтыңдар, қол көтеріңдер деп әзілдеп қойайын да, достар. Бұл автокөліктің стартердің бендексі. Так, балалар деп қойайын. Әзіл. Бұл бендекс, мысал үшін, ілмей қалады. Пиш деп айналып кетеді. Неге? Кім біледі? Соны достар, мен сіздерге көрсетейін. Әрине, қазір бұл әркімге қол жетімді, сатып алуға ыңғайлы. Бұл кетіп қалған кезде базардан жүгіріп барады, әкеліп фук етіп тығып жүреді, бітті. Бұл жоқ болып, нағыз жоқ болып, бұл табылмайтын көліктер болады, мысал үшін. Сондай болатын болса, бұны жасауға болады, достар. Бұны балға керек, мынандай басы жақсы бір отвертке керек. Арасында қырларын көріп тұрсаңыздар, сіздер деп қойып, ашып шығасыз. Ашқаннан кейін ішінде пружин болады. Сол пружин мен подшипник мыжылық қалады, былай. Сол пружиндерді тартып, үлкейтіп, болмаса тазасын салуға болады. Достар, айналайындар, сендер қолдап отырыңдар, мен дальше больше кете берейін. Давайте, енді осыны ашып көрсетемін. Аспаймыз, қара жерді баспаймыз деп ұрып отырып, осыны ашамыз, достар. Достар, мінекей ашып алдық. Қазір ішін ашып көрсететін боламын. Достар, мінекей ішін ашып шаштық. Так, жайлап қараймыз. Көрдіңіздер ме? Жанында шарик бар. Соларды ашамыз. Жайлап жұлып аламыз. Достар, мінекей сіздерге көрініп тұрса, мынандай пружин бар. Осылай жайлап тартып аламыз. Міне тартып ұзартып аламыз, достар. Осылай мінекей. Осылай ұзартып аламыз. Бұл езіліп қалғаннан кейін екі жағында подшипниктері қыспай айналдыра алмайды, достар. Сосын мінекей, достар, жайлап подшипниктердің орнына салып, енді мен уақытым кішкене аздау, оны майлап, тазалап, жуып істесеңіздер жақсы болады, достар. Осылай мұны пружиндерін салып шығамыз, бәрін. Міне, достар, мұнан болғаннан кейін, бағытқа айналдырып өтіп салсаңыздар. Сосын мұны арасын жауып, бәрін как положено жинайсыздар. Мұнары крышкасын кіргізіп, тарс-тарс етіп жауып тастайсыздар. Достар, міне, мысал үшін бір жаққа ұстады, мықты бендекс болды. Сіздер қолдап отырыңыздар. Мен сіздерге деп жыламай, сіздер деп жыламай, лайк басып қолдап отырыңыздар. Есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы, Қазақ автоэлектрика. Қолдау күтемін.